Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте керемет рецептпен бөлісемін. Бұл құрмадан, яғни финикадан дайындалатын десерт. Шоколадты десерт. Жасалу жолы оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген мейрамда, қонақ келгенде тәтті десерттің орнына қойсаңыздар болады. Бұл рецепттің жасалу жолы өте жеңіл. Бізге керек заттар құрма, яғни құрманың кез келген түрі жарай береді. Ақ және қара шоколадтар және де грек жаңғағы. Әсемдеу үшін фисташки ұнтағы мен вафельник крошка алдым. Құрманы жуып, кептіріп аламыз. Құрманың ішін тазалаймыз, яғни сүйегін алып тастаймыз. Және грек жаңғағын арасына салып қоямыз. Водяной баняда еріген дайын шоколадымызға құрманы салып, видеодағыдай аунатып аламыз да пергамент қағазына қойып шығамыз. Шоколадтар қатып қалмай тұрған кезде әсемдейміз. Мен фисташки ұнтағы мен вафельник крошканы сеуіп шықтым. Келесілерін холодильникке 30 минутқа қойып алдым. Одан кейін оларды ақ шоколадпен әсемдеп шықтым. Осымен десертіміз дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.